Biz bugün Sadradin'in albom tınavga keldik. Ziyin degan albomda. Bizde dress code Rolls-Royce. 2 yil boyi chiqargan жазганlarni qanday bo'lsa shu so'ng ketib biz ham bo'ldi. Kuchli bo'ldi. Shu tegin o'lchaga. Ketdi. Vlogda ko'rasizlar o'zlarini. Давай. Sadrning merch. Конечно. По-любому. Күшті. Молодец. Вот, бізге семейден келген ағалар шығып кетсең деп айтты. Вот, атам өте көп. Кім орбит берді? Күшті. Бізге осындай берді. Рахмет. Күшті. Рахмет. Күшті. Садыр. Орнымызға барайық. Бізге қарап отырады екен ғой, иә? Давай. Вот, молодец. Қазір кірдік, Алматы арена өте күшті болып тұр. Мына жерде Sadradin отырады. Вау, блин, қатты ұнап тұр бізге. Біз осы жерге отырдық. Қолым көрініп қалды. Осы жерге отырдық. Өзімді де былай көрсетіп қойын. Маған осы жерде шықты. Тура бүгін осындай маңызды күнде не үшін шықты маған. Айтып қалайын просто. Талай жыл салып араға кездестірілген қалада қалалық шақ менің қайда екен сол кезге оралайық алыс жолдарды аралайық мен таңдамас сүйрей түндім таксиде елін адам көтеді асүйде жайы Что? Бәріңізге сәлем, ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі ауа райына байланысты, пробкаға байланысты кешіккен қонақтарды кіргізе береміз жайлап, пока біз бастай беруге міндеттіміз. Бәріңізге келгендеріңізге көп рахмет. Альбом жайлы айта кетсем, бұл альбомда 10 ән болады. Бұл 10 ән менің 2 жыл уақытым кетті осы әндерді жазуға, және осы альбомнан сіздер менің өз-өзіме айтқым келген ең шынайы әңгімелерім осы 10 әннің ішінде. Альбом не жайлы айтып берейін, отырсам. Альбомда есею жайлы 17-18 жасында бәріміз есегіміз келеді, ересек болып көргіміз келеді, бірақ нағыз есею ол 23 жаста келеді деп ойлаймын. Мен қазір жасым 23-ге толады. Мен дәл қазір сол бір уақытты бастан өткізіп жатырмын деп ойлаймын. 23 жаста себебі сен өзіңе қателесуге, көптеген нәрселерге рұқсат бере аласың. Бәріңізге қазір қолдарыңызға жарық берілді. Бәріміз сол жарықты жақсы. Себебі ол жарық арамыздағы көпір болады. Сіздер осы күнге дейін менің жанымда болдыңыздар. Мен сіздердің жандарыңызда болдым. Бүгін де бәріміз біргеміз. Бәріңізге алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге басымдеп рахмет айтамын.
Олай болса, біз бастаймыз. Зейін, алғашқы ән, сұрақ, бәріміз бірге. Сұрақ қатты ұнады, махаббат дауыс естімей мен түсір. Жауаптарды осы әнді тыңдай отыра жүректеріңізден табасыздар деген ойдамын. Көп рахмет. Жалпы бүгінгі кешке тоқтала кетсем, бүгінгі кеш концерт емес. Бүгінгі кеште менің осы альбомның былайша қарапайым тілмен айтса презентациясы десем. Сіздерден бүгін шынайы пікір күтемін. Сіздерге өздеріңіздің, мен стримді көрген жандар бар ма осы залда? Мен келген қонақтардың реакциясын түсірген болатын. Дәл сондай стрим бүгін осы жерде сіздермен бірге көрісіп, жүзбе-жүз өткізім келді. Ал келесі ән бізде әлде деп аталады. Келесі альбомдағы кезекте тұрған ол әннің мен кеше лайв версиясын YouTube арнама салған болатын. Тыңдаған жандар болса, сіздердің барлық комментарийларыңызды барлығын оқыдық. Көп рахмет ыстық лебіздеріңізге. Егер де тыңдамаған жандар болса, сіздер үшін қабыл алыңыздар келесі ән сені ойлай деп аталады. Айта кетсем, бұл ән альбомдағы ең жылататын, ең адамның эмоциясын шығаратын ән деп білем. Себебі өзім осы әнді осы күнге дейін 100-200 реттен де көп тыңдаған шығар. Бөлме. Менің альбом жазам деп жүргеніме 5 жыл болған. Себебі менің алдыңғы жылда әндерімде бір альбом болып жарыққа шығу керек болатын. Бірақ мен өзім іштей жаңа осы кештің басында айтып өткенімдей іштей дайын болмадым. Мен қазір ойлаймын, өзімнің ойымды жинақтадым. Өзімнің барлық ойымды осы 10 әннің ішіне кіргізе қалдым деп. Негізі маған көбісі айтты, бірден 10 әнді шығарған қазір тиімді емес деген сияқты. Бірақ менің өз ойым, бала арманым менің полноценный музыкальный альбомым болып, және де ол топ чарттарға шықса, вот сол кезде менің арманым орындалды деп ойлаймын. Қазіргі нұсқасы жүр. Әрбір адамның өмірінде өзінің адамын табу ол ең бақытты сәті деп ойлаймын. Себебі біз өз адамымызды табу ол өте қиын жұмыс, бірақ оны тапқан кезде сезесің дейді, білмеймін, көре жатамыз. Егер де тауып жатсам, сіздерге айтамын. Және де мен ойлаймын, осы менің адамым деген ән, келесі ән, ол тойда love story-ға өте керемет кететін ән. Егер үйленіп жатсаңыздар, осы әнді қойсаңыздар болады. Мен үйленіп жатсам, мен де осы әнді қоямын. Кеттік.
телефонның бейнебаянынан байқасаңыздар, осы әннің атауы бейнеленген. Егер рұқсат етсеңіздер, келесі әнді тыңдатайын. Алтыным 7-ші ән. Қабыл. Рахмет. Все, қосамыз. Көбісі негізі сұрады мен, неге альбомның түсі розы береміз? Сол тұраққа бір жауап бере кетейінші, кейін тағы да кетемін. Альбомның түсі розовый болу себебі, розовый түс менің ішінде, менің ойымда ол еркіндікті білдіреді, өзімнің ойымды ашып жеткізетін түс деп ойлаймын. Солай. Бөлме. Аха. Афро. Айнұран топ-3 осы. Дарья топ-3. Негізі бәрі ұнады, бірақ ішінен топ-3 бірінші сәти, бөлме, мен адам. Үш адам. Топ-3 маған негізі бүкіл ұнады. Бірінші сұрақ қатты ұнады, всегда айтам. Екінші айди, үшінші бөлме, төртінші менің адамым афро. Осы ақат. Бесеу ма? Еще, блин, қандай әнді? Сағыныш ап. Сағыныш емес, Жастық шақ. қатынады. 5 деймін. Әлди, сұрақ, менің адамым, бөлме, сосын жастық шақ қатынады осылар. Екеуміздікі бірдей почти. Сондай. Топ-5 болып кетті. Бірақ барлығы ұнады. Шындай беріп жүрекке жетеді деген ойдамын. Бірақ әндер жетті уже жүрекке. Барлығы ұнайды бізге.